Баршаңызға қайырлы күн, Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Бүгін біз ең оңай, ең жылдам пісірілетін, бір жасағаннан шығатын тертый пирог пісіреміз. Барлық қажетті заттарды граммамен видео астына описание бөліміне қалдырамын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсарып тұрған сары майымызды салып аламыз. Үстінен қантын салып, дұрыстап араластырып аламыз. Оған жұмыртқа, қопсытқыш және ұнды електен өткізіп отырып қосып, қамырын жұмсақ етіп илеп аламыз. Бастапқы кезде осылай лопатканың көмегімен илеймін. Қамырым қоюланғанда қолмен бір-біріне қосамын. Қолмен қатты көп мұжғылап, илеудің қажеті жоқ. Қамырымыз қатты болмас үшін бір-біріне жабысып қосылса болғаны. Дайын қамырымызды көз мөлшермен 3 бөлікке бөлеміз. 3-тен 1-ін жеке бөліп алып қаламыз, бетіне себу үшін. Ал үлкенірек 3-тен 2 бөлігін астына бірден жаюымызға болады. 3-тен 1 бөлігін, яғни кіші бөлігін целлофанға салып, мұздатқышқа қоя тұрамын. Қамырдың 3-тен 2 бөлігін, яғни үлкен бөлігін қажет формаға домалақ немесе төртбұрыш етіп жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығын 5-7 мм етіп 1 см-ге дейін қалыңдықта жайсаңыз болады. Мен төртбұрыш етіп алдым формасын. Шеттерін осылай біркелкі етіп, тегістеп, түзу болу үшін шетін қайырып, ақырын басып жіберемін. Енді өзіңіз ұнататын кез келген жем немесе повидланы алып, бір қабат жағып шығамыз. Егер тосабыңыз тым сұйық болатын болса, көп жақпаңыз, шет-шетінен піскен уақытта ағып кетуі мүмкін. Қоюырақ түрінен алғаныңыз абзал. Енді мұздатқышқа қатырып алған бағанағы қамырымыздың кіші бөлігін бетіне осылай теркамен теркалап шығамыз. Өткіштен өткізген уақытта қамырды бірден бәлішіміздің бетіне сеуіп шығыңыз. Себебі ыдысқа немесе тақтайға өткіштен өткізетін болсаңыз, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Біркелкі етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Үй жағдайында оңай әрі жеңіл жасалатын рецепттермен бөлісемін. 180 градуста 25-30 минут көлемінде беті қызарғанша пісіреміз. Міндетті түрде сіздер де әзірлеп көріңіздер. Өте дәмді бәліштердің бірі. Ас болсын.